Ең қорқыныштысы осы ма? Иә, бір вирус шықса, онда да тұмау түріндегі болуы мүмкін. Себебі әуемен ұшамыз. Ауа арқылы, жөтел арқылы. Жоқ, кешіріңіз, ұшақтағы адамдарды айтып отырмын. Иә, Мадагаскарда вирус шықты делік. Ол бірер аптада Чикагодан бір шығады. Бітті, әлемдік пандемия, яғни барлығы бүкіл дүние жүзі ауруға шалдығады. Сонда, доктор Ньюман, сіз де эпидемиологсыз. Вирустық пандемия деген түнеқіңізді бөліп жүрген жоқ па? Жоқ. Олай емес пе? Жоқ. Ендеше осымен аяқтайық. Жоқ. Адамзат о бастан вируспен күресіп келеді. Кейде соғыстағыдай миллиондаған адам өледі. Бірақ ақырында бәрібір жеңіп келеміз. Бірақ нақтылап жіберсек, сіздіңше микроағзалар қауіп төндіреді ғой. Иә, сұмдық қауіпті деп айтылады. Бактерия. Жоқ. Жоқ дей беріңіз. Иә. Бактерия емес, вирус та емес, сонда не? Саңырауқұлақ. Иә, үйреншікті жауап. Саңырауқұлақ зиянсыз сияқты, бірақ негізі олай емес. Себебі кейбір саңырауқұлақтар өлтірмейді. Бірақ өзіне бағындырады. Сізге бір сұрақ қояйын. ЛСД-ны қайдан аласыз? Ал сіз қайдан жасайсыз? Қаракүйе саңырауқұлақтан. Псилоцибинше. Ол да солай, вирустан біз ауырамыз. Ал саңырауқұлақ деген санамызды өзгерте алады. Жәндіктерге жұғатын саңырауқұлақ бар. Құмырсқаның ішіне кіріп алса, қан тамырларымен миына жетіп алады да, әлгіні галлюциногенге тойдырады. Өстіп құмырсқаның еркін өзіне бағындырады. Саңырауқұлақ құмырсқаны билейді. Анда бар, мынаны істе дейді. Байғұсты қуыршағын айналдырады. Әрі қарай бұдан да жаман. Саңырауқұлаққа қорек керек. Байғұсты жатып алып жей береді. Ішінде өсе береді. Бірақ өлтірмейді. Қуыршағы оған керек. Тіпті шірітпейді де. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, пенициллин деген не? Саңырауқұлақ. Доктор Шанхайс, айтарыңыз бар ма? Ондай инфекция бар, бірақ адамға зияны жоқ. Рас, саңырауқұлақ ішкі температурасы 34 градустан асатын ағзада өмір сүре алмайды. Әзірге саңырауқұлақтың жоғарғы температурада шыдайтындай дамуына негіз жоқ. Ал бір күні бола қалса ше? Мысалы, бүкіл әлем аздап жылыса не болар еді? Эволюцияға себеп болар еді. Бір ғана ген мутацияға ұшырайды да, аскомицет, кандида, қаракүйе, кардицепс, аспергилл дегендердің кез келген біреуі миымызға кіріп кетеді. Миллиондаған, миллиардтаған адамды бақылауына алады. Миы уланған миллиондаған адамның бәрі тек бір нәрсені көксейді. Ол кез келген жолмен қалған адамға ауру жұқтыру. Оны емдей алмайды, алдын ала алмаймыз. Емі жоқ. Емін ойлап шығару мүмкін де емес. Сонда не істейміз? Жеңілеміз. Сәлден кейін қайта ораламыз.